10 қазан 2022 жылы Төле би аудандық полиция бөліміне Ақсу өзенінен белгісіз әйелдің майыты табылған жөнінде хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына жедел тергеу тобы дереу шығып, тексеру барысында мәйіттің жеке басы анықталды. Ол Төле би ауданының тұрғыны болып шықты. Сонымен қатар Шымкент қаласы полиция департаментінің еңбекші аудандық полиция басқармасында әкпесі із-түссіз жоғалған жөнінде туыстарының арызы келіп түскені анықталды. Бұл дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігімен кісі өлтіру бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейін тергеу басталды. Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу нәтижесінде осы қылмысқа күдікті ретінде Төле би ауданының тұрғыны анықталып, ол жәбірленушінің көршісі болып шықты. Қылмыстың мотиві болып күдіктінің жәбірленушіден қарызға ақша алғаны себеп болған. Сол қарызды қайтармау мақсатында күдікті жәбірленушіні алдау арқылы Ақсу өзенінің бойына алдау арқылы алып келіп, сол жердегі жартастан итеріп жіберіп, содан құлаған жәбірленуші алған жарақаттардан қаза болған анықталды. Қазіргі таңда қылмыс бойынша қажетті сот сараптамалары тағайындалып, қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.